Жедел коронарлы синдром кезіндегі алғашқы көмек. Жедел коронарлы синдром СТ сегментінің жоғарылауы және төмендеуімен жүреді. Миокард инфарктісі жүрек бұлшықетінің белгілі бір бөлігінің қанмен қамтамасыз етілуінің күрт бұзылуы және сол аймақтың некроздануының салдарынан болатын жүрек қан тамыр ауруы. Миокард инфарктісінің негізгі белгілеріне 20 минуттан асатын кеуде қуысындағы ауырсыну, яғни көбінесе төс артында ауырсыну болады, және сол жақ қолға, иыққа, мойынға, жауырынға таралады. Және де науқаста ентігу болады, қорқыныш, үрей сезімі болады, және де науқастың қан қысымы төмендеп, науқас терлегіш болып келеді. Науқасты физикалық қарау, науқасты қарамастан алдын бірінші қолымызды гигиеналық деңгейде тазартып, қолғап киетін боламыз. Және де науқасты қарау барысында бірінші терісін қараймыз, сары дақтар жоқтығына көзімізді жеткіземіз, және де аяқтарынан ісінулердің бар жоғын анықтаймыз, және де пульсін анықтаймыз, науқастың пульсін анықтаймыз, және қан қысымын өлшейміз. Науқасқа жүрек өкпе аускультациясын жүргіземіз. Ол 5 нүкте бойынша жүргізіледі. Бірінші нүкте, екінші нүкте, үшінші нүкте, төртінші нүкте және де бесінші нүкте. 5 нүкте бойынша жүргізгеннен кейін науқасқа электрокардиограмма жүргіземіз. Науқасқа электрокардиограмма жүргіздік, және де оның нәтижесі СТ сегменті жоғары болып шықты. Науқасқа алғашқы көмекті көрсету, бірінші болып аспирин таблеткасын шайнауға береміз 300 мг, және де нитроглицерин таблеткасын тіл астына береміз, және де бұны әр 5 минут сайын 3 рет қайталауға болады, және де әр 5 минут сайын науқастың қан қысымын өлшеп тұрамыз, және де науқаста ауырсыну сезімін басу үшін морфин, яғни наркотикалық препаратты береміз, және де оттектік терапияны қолданамыз. Және де егер науқасқа қажет болатын жағдайда, егер науқас есін жоғалтқан болатын болса, жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз.